Так достар тоқтап күте тұр, осы жерінде кішкене күте тұр, ауыстырма достар. Короче, мен деген жаңадан канал аштым достар. Барлықтарыңыз жазыңыздар комментарийға, өткендегі видеоға барлықтарыңыз жазсыздар, челлендж түсірші депсіздер. Короче, мен деген уже челлендж түсіретін канал аштым, ссылкасы осы видеоның описанияда достар. Сол каналға тіркеліп кетіңіздер, уже скоро сол каналда да видео шығады. Давайте кіреміз, подписаться етіп кетеміз, ссылкасы описание. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Нұртілек, және біздің жаңа видеомызға қош келдіңдер. Бұл видеода достар, біздегі мына Brawl Pass бар ғой, міне осы Brawl Pass'ты ашатын боламыз достар. Біздің осы Brawl Pass'та открытие сундука қолмағамызда көп болды достар. Егер осы видеоны күтсеңіздер, лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп кетейік достар. Міне қызыл кнопка шықты, осы қызыл кнопканы серіліп кетіңдер, және қасында колокольчиктер, сол колокольчикті да басып кетіңдер, себебі менің каналымда және видео шыққан кезде сендерге бірден уведомление келетін болады достар. Так достар, және мен сендерге бір нәрсе айтқым келіп тұр достар. Қараңыздар, менде қазір спайк деген легендарный боецті, прикиньте, қараңыздар, менде спайк түсті видеоға түсірген жоқ, мен оны, короче, былай болды ғой оқиға. Короче, Brawl Pass уже басталды да, осы лето с монстром басталды, және мына жерде подарықта бізде бір большой ящик береді. Сол большой ящикті мен деген ашқан болатынмын. Сол кезде бізге мына спайк деген браулер түсті достар. Міне легендарный боец достар. Мен деген бұл түсет деп вообще ойлағанда жоқпын достар. Және достар, бізде мына жерде Гейл деген Гейл уже бізде мифический боец достар. Келесі осы Brawl Pass'та келесі сезонда ол деген уже эпический боецтің шанс болады, типа сондай болады достар. Және достар, олай болса біз... Так достар, все, біз деген уже видеомызды бағыстаймыз. Так, және мен деген видеоны бастамай тұрып бірден сендерге шансты көрсетейін. Қараңыздар, мифическийға бізде 2615, легендаркаға 101, гаджетқа 2%, ал звездный сыйлыға бізге 1% достар. Және біздегі мына жерде бізде бір подарка бар, бірден осында бірден ашып жіберейік достар. Так, фух. Ешкім түспеді достар. Бізге достар мына жерде еще бізде жаңадан гаджет шықты, мына Брок Мортисқа. Мені осы жерде оқып алсаңыздар болады достар. Біз деген достар уже Brawl Pass'тан сундуктарды ашуды жалғастырамыз. Так, кәдімгі ящик, бұдан енді түсу шанс бізге кішкене азырақ достар. Бізге әйтеуір тым болмаса Гейл түсі екен достар. Мен мына жерде мана бір 10 ген бар, осы 10 генді байқамай ашып қойдым достар. Так, все, большой ящик, давай Гейл түсі өтініш. Так, 50, ешкім түспеді достар. Может бізде достар шанс бізде өте аз ғода, может бізде тағы да бір үшінші легендарный боец түсу мүмкін достар. Давайте сондықтан каналға тіркелеміз, лайктарымызды басамыз достар. Давайте бірден мен сендерге сенем. Так, 47, ешкім түспеді. Жымей, так, 50, емай, хотя Гейл түссе екен достар. Мен Гейлмен өте қатты ойнан келіп, Гейл маған өте қатты ұнап тұр, сол Гейлді түсіріп алын келіп тұр. Енді біз деген Вольтты по-любому түсіре алмаймыз ғой, себебі ол деген шанса легендарный ғой. Так, жымей, 1, 2, 3 и 53, бұдан да ешкім түспейді достар. Давайте каналға тіркелеміз, және бізде бір мына жерде мега ящик тұр достар. Давайте осыны біз деген алайық достар. Давайте 6 предмет түссе екен достар. Бізге Гейлді түсіргіміз келіп тұр. Давай 1, 2, 3 5 предмет жарайды. Может достар, бізде және лентада да сундуктар бар достар. 2 мега ящик бар достар. Міне. Так, бізде мына жерде спайк бар, өте қатты ұнады, өте күшті боец достар. Және сендерге де осы легендарный боецті түсірулерінде қолдаймын достар. Давайте лайктарыңызды басыңдар, сендерге де легендарный боец түсетін болады достар. Давайте бірден каналға тіркелеміз, лайк, подписка и... Так достар, все, бізде мына жерде жан тұр достар. Давайте, кім болуы мүмкін? Бізде только Гейлді ғана түсіре алуымыз мүмкін достар. Может бізге гаджет түсуі мүмкін, пассивка, немесе Гейл достар. Давайте Гейл болса екен. Достар, қуантыр, 1, 2, 3. Ой, домай, гаджет. Гаджет деп пассивка достар. Бізде медвежная услуга деген осы пассивка түсті достар. Давайте жарайды, нормально. Так, 10 ген.
уже 138 гем түсті. Так, мына жерден біз деген тағы да гел түссе екен, өтініш достар. Жетпіз. Ешкім түспеді, жарайды. Және мына кішкентай ящик. Және достар, мен сіздерге бір қызық бір факт айтқым келіп тұр достар. Бізде мына екі хроматический байс бар ғой, вольт және гел деген. Осы екеуіне түсірсек бар ғой, түсірсек бізде осы екеуінің дауысы шықпайды достар. Мысалы легендарный түсіреміз ода мегаешіктен ба, сондықтан ба сол кезде бір дауыс шығады ғой. Тон деген ба, типа солай дауыс шығады ода. Ал бізде мыналарда шықпайды достар, хроматический байстарда шықпайды екен достар. Так, ПМді прокачать еттік, және мына жерде біз деген давайте боны прокачать етейік. Және достар, мен деген мына бодан скин алған болатынмын достар. Кім осы видео түсірдім, кім соны көрмеді, давайте көркетемін. Ссылкасы осы видеоның описаниясында болады достар. Давайте кіреміз. Ол видеоны көркетейік, өте қызықты болып шықты. Және 73 әрине, бұдан ешкім түспейді. Так, большой ящик, давайте 30 монета түсінші, давайте 41. Ешкім түспеді. Так, мега ящик достар, давайте осы жерден біз деген 6 предмет түссе екен достар. Давайте қолай кетейік. Так, 1, 2, бізде уже 6 предмет түсті достар. Давайте осы жерден гел болса екен достар. Давайте каналға тіркеліп отырайық достар. Және комментарияға дәл осы жерден паузаға қойып, кім түсуі мүмкін достар, комментарияға жазып кетіңіздер. Бізде гел жоқ, ворон жоқ, сенде жоқ, және вольт жоқ. Осы 4 байс жоқ достар. Давайте көрек, кім түсуі мүмкін достар. Әйтеу гаджет болмаса екен, бізге только гел ғана керек. Достар, жүрегім қатты соқтыр достар. Прямо гел түссе екен деп тұр. Так, 1, 2, 3. Блин, достар, бізге міне легкая лопата деген Мортистің жанап гаджеті түсті достар. Ё-майо. Неге гел емес десе. Так, өтініш гел түссе екен достар. Ё-майо. Ну, жарайды. Так, мен деген ана Мортистің өлін неге сатып алмадым. Так, мен деген қазір шансты қарап жібергім келіп тұр достар. Так, шанс бізде енді легендаркаға кішкене өскен. Так, қалғандарынан эпикқа білмеймін, дұрыс қарамаппын достар. Бізге 8 битка гаджет керек және гел керек. Так, 20 гем. Так, достар, уже бізде мына жерде большой ящик. Давайте осы жерден әйтеу осы видеода гел түсірсек екен. Так, 56, ешкім түспеді. Уже бізде неше алды? Так, 6 сундық қалды достар. Давайте каналға тіркеліп отырайық. Біз деген мына гелді түсіруіміз керек достар. Осы видеода түсіруіміз керек. Және бізде путь к славеда 2 мега ящик бар достар. Так, 49. Ё-май, бір өтсеме де ойлап қалған ем. Жарайды, 50 удвоительді біз деген спайкқа берейік достар. Давайте уже спайкты біз прокачать ете аламыз. Так, достар, давайте каналға тіркелеміз. Так, 50, бұдан ешкім түспейді әрине. Так, уже бізде достар соңғы 3 сундық қалды достар. Давайте осыларды ашпай тұрып бірден каналға тіркелеміз деп уже мыңыншы рет айтып жатырмын достар. Уже достар бізге 170 подписчик, азғантай ғана подписчик қалып тұр достар. Давайте 170-ге дейін жинап тастайық. Сендер өте күштісіңдер достар. Давайте мына большой ящикті ашпай тұрып бірден 170 подписчик болып тұрсын. Давайте достар, мен сендерге сенемін. Большой ящик. Давайте осыда немесе осы мега ящиктерді бір өтісі екен. Так, 53. Ешкім түспеді. Леонды бізге прокачать етейін десек бізге монета жетпейді достар. Және бізде соңғы мега ящик достар. Егер бізде осы мега ящикті гел түссе, өте жақсы болады. Егер түссе достар, біз деген мына жерде путь к славеге тимейміз. Бұны біз деген кейін барып ашатын боламыз достар. Так, давайте гел түссе екен. Давайте достар, маған сәттілік. Давайте 1, 2, 3. Сендерге де сәттілік. 1, 2, 3. Ё-май, 5 предмет жарайды. Енді бізді мына жерде мега ящиктер ашайын деп тұрып па? Бізге шанс өзгерген достар. Шанс өзгерген, сондықтан біздің мына жерден ашай берек, спайктай береміз. Уже спайкты прокачать ете ала. Так,
Давайте достар осы жерден 6 немесе 7 предмет түссе екен, 7 предмет түссе бізде по-любому кел түсет деген сөз достар. Так, аштық алып кеттік. Достар, давайте 6 предмет түсті достар. Давайте каналға тіркелейік достар. Давай, кел түссе екен, только не гаджет, только гаджет емес достар. Давайте кел түссе екен достар. Өтініш, мен осы видеода уже бізде қанша пассивка түсті. Так, бір гаджет, бір пассивка түсті достар. Давайте осыда кел түссе екен достар. 1, 2, 3. Блин, 8 битке гаджет, ё-майё, бізде уже бірақ мега еш қалды ғой достар. Қараңыздар, ё-майё. Кәдімгідей толқып тұрмын достар, сендер де толқып тұрсыңдар ма? Так, мен деген кімді прокачать етсем болады екен, а? Так. Давайте біздің Леонды прокачать ете берейік. Және біздің так, мына жерден енді мен Роза, Пенни, Дэрил. Давайте Дэрилді прокачать етейік достар. Мына скин өте күшті, соевный Дэрил деген міне. Бұны мен деген сатып алған болатынмын достар. Және мына жерде біздеген уже ешқандай гаджет, пассивка деген керек емес та достар. Я только бізде уже мифический және легендарный байыстар ғана қалды достар. Давайте каналға тіркелеміз, лайктарымызды басамыз достар. Давайте осы жерден бізге 6 предмет түссе, бізден по-любому бір байыз түсет достар. Давайте осы уже соңғы мега ящик сундук. Давайте каналға тіркелеміз, сендерден лайк, подписка, менен сендерге күшті видео. Давай, 1, 2, 3. Достар. Ну, жарайды достар, мұнаймаймыз бізге уже 3 бір пассив, 2 гаджет түсті достар. Қараңыздар, бізде легкая лопата деген бұл, короче, мортис перезарядкасы тезірек толады достар. Өте жақсы, маған ұнады. Мен оны испытать етіп көрген жоқпын достар. Кімде бар достар осы пассивка, давайте каналға тіркелеміз. Және Пайперге де походу екінші пассивка шығады достар. Көбісіне уже 2 пассивкадан гаджеттен шығып жатыр достар. Короче достар, осындай видео болып шықты. Бізде гейлді түсіре алмады. Өкінішке орай, может бізге келесі видеоларда түсіп қалар. Так что бізден келесі видеода күтеміз. Сіздермен болған мен Нұртілек. Видеоны соңына дейін көргендеріне көп рахмет. Сіздермен болған мен Нұртілек. Аман сау болыңдар. Давайте.